Биыл Қазақстан Республикасы Конституциясының қабылданғанына 24 жыл. Ата заң өткеніміз бен болашағымызды байланыстыратын алтын арқау, ал бүгінгі қоғамның негізгі діңгегі. Аталмыш мемлекеттік мереке жыл сайын республикалық деңгейде аталып өтіледі. Біздің аймақта бұл дәстүрден тыс қалмады. Баласағын концерт залында салтанатты шара өтіп, аймақ басшысы Асқар Мырзахметов тұрғындарды атаулы мерекемен құттықтады. Осыдан 24 жыл бұрын буыны енді бекіп келе жатқан елдің егемендігін ресми түрде көрсеткен құжаттың атаулысы ата заң. Сол уақыттан бері Конституция ел тыныштығының кепілі болып, билік пен бұқара арасын үйлесімді түрде ұштастырып келеді. Бүгінгі концерт залына жиналғандардың барлығы ең алдымен осы атаулы күннің маңыздылығын айшықтау үшін келген. Біздің ата заңымыз, ата заңның қабылдаған күні, бұны мемлекет деңгейіндегі үлкен мереке қылып атап отыр. Ата заңды мерекені сыйлауымыз керек, бірақ ата заңмен біз тұрып жүруіміз керек. Мемлекетіміздің ең ұлық мерекелерінің біреуі Конституция күнімен облыс жұртшылығын, халқымызды шын жүректен құттықтаймыз. Ата заңымыздың үстемдік құрып, әділет орнаған заманында қазіргі таңда әрбір қазақстандық ата заңның негізгі баптарына сүйене отырып іс-әрекет жасауда. Салтанатты жиында сөз алған облыс әкімі Асқар Мырзахметов ата заңның адам өмірінің құқықтары мен бостандықтарының жоғары құндылықтарының сақталуына кепілдік береді деді. Кез келген азаматтың заң алдында теңдігі Қазақстанның құқықтық даму жолында екенін білдіретіндігін атап өтті. Ата заңымыз ол мемлекеттігіміздің негізі екендігін бәріміз де жақсы білеміз. Сондықтан да жыл өткен сайын осы ата заңымызды тек қана Конституция емес, жалпы Қазақстанның заңдарын құрметтей білсек, бағалай білсек, сол заңдармен өмір сүре білсек, онда азаматтық қоғамның да қалыптасуына өзіміздің үлесімізді қосатындығымыз белгілі. Жиын барысында мемлекеттік және қоғамдық қызметте сіңірген еңбегі үшін облыстың бірқатар азаматтары облыс әкімінің арнайы алғыс хаттарымен, құрмет грамотасымен марапатталды. Жиын соңы облыстық филармония қызметкерлері ұйымдастырған мерекелік концертпен жалғасты. Ақсәуле Абытай, Азат Байтемір, Жеті Ньюс.